Бәріне сәлем, қазақ стендапқа қош келдіңдер. Так, менде проблема бар. Ну, барлығында бар шығар, көбісінде режим дұрыстау дейтін нәрсемен күресіп жүрмін соңғы кездері. Мен режим дұрыстауым келді. Режим дұрыстаудың көп жолы бар. Қазір сендерге таныс болатын шығар. Бірінші жолы, және единственный пока что өзім үшін жолы, музыка для сна тыңдау. Музыка для сна тыңдағандар бар ма? Музыка для сна дейтін, вообще для сна емес қой анау. Сегінге кете ма бірдеңе болып кетеді оны тыңдағаныңыз. Музыка для сна. Еще түрлері көп. Звук леса, звук дождя, звук пианино, звук тишины дейтін. Не ол? Тишины, звук жоқ қой да. Тишина просто без звука болу керек. Көп. Еще мынандай варианттар бар. За 5 минут уснешь. Өзі 10 сағаттық видео. Қалай? Если 5 минуттық уснешь болса, 5 минуттық видео болу керек қой. Или былай жазу керек. За 5 минут уснешь, но там 9 часов отыра тұрасың әлі, ну, музыка ойнайды өзі. Потому что музыка тыңдайсың ғой, когда қойып қоясың да, менде мынандай лайфхак бар. Егер 9 сағаттық видео болса, 8-ші сағатына дейін өткізіп жібересің да, короче. И соңғы 1 сағатын тыңдайсың. Бүйтіп музыка тыңдап жатқан кезде бүйтіп жайлап бүйтіп дәретке отырғың келіп, сиінге кетеді де, оян кетесің да, барып уборныйға барасың, сиіп келесің, қолыңды жуасың. Қайтып келген кезде қолың свежий болып тұрады. Телефон шұқылайтын сияқты болып тұрып. Не істерін білмей бүйтіп, қайттан телефон шұқылап кетесің. Музыка для сна, там звук дождя дейді. Түсіңде дождь көріп кетесің, анау не болып жатқанын білмейсің. Звук леса дейтін. Сразу отпадает. Музыка для сна деген не работает. Маған адамдар айтады, сен ұйықтайтын кезде армандап жатсайшы дейді. Армандап жат, сосын сол арманмен бірге ұйықтап кетесің. Хорошо? Армандап жатасың да бүйтіп, машинам болса екен, анау болса екен, бүйтіп кетіп бара жатқан кезде, жоқ қой ол нәрсе сенде. Тупой аңсаған, не істеп отырсың дейтін ой келеді да, оятып жібереді ғой бүйтіп. Ёпты кетіп. Мен бір жолын таптым. Режим дұрыстаудың. Фитнес залға жазылдым. Наконец-то OneFit мені жеңді. Бүкіл жерге шығады ғой OneFit. Как будто бүкіл Қазақстан OneFitке барады да, мен ғана бармаймын. Аңсаған кейін күтек давайте, маркетологтар соған жұмыс істеп жатқан сияқты. Бүйтіп, обожаю плавать, білем обожаю плавать екен. Бүкіл жерде обожаешь сен плавать. Шапкасын жабыстырып алып кеп, обожаю плавать. Біреу темір көтеріп атады. Сіздің бүгінгі тренажерге не себеп? OneFit себеп. Білеміз OneFit себеп екен. Басқа ешқандай біз абонемент білмейміз ғой ондай. OneFit бірдеңе и всегда уведомление келеді OneFit-тан. Жаным, бүгін неге келмейсің? Ана жаққа барсаң бүкіл қыздар күтіп тұрған сияқты дейді. Аңсаған келді дейтін. Сен бүгін 90% скидкаға аласың. 2000 теңгеге 4 жылға аласың. Жоқ. Әлде де бір 2 уведомление келсін, сосын барып барам. OneFit-ті наконец-то сатып алдым. 1 жылға. 1 жылда качок болып кетіп. Рахмет. Пока дым результат жоқ, көріп түсіндір ғой. Бір күнде бармасы. Мен былай ойладым. 1 жылға сатып алам. 1 жылдан кейін качок болып кетем да, болды, өмір бойы бармаймын дейтін миссия. Оказывается, өмір бойы баратындар бар екен ғой, әлі бүйтіп жүргендер. Короче, фитнес залға жазылдым. Пока что ештеңе не видно. Мен мынандай нәрсені білем. ТикТокта, инстада, күшті интернетте до, сосын после деген фотолар болады ғой. До да бүйтіп тұрады, короче. После да бүйтіп тұрады да, и это за 6 месяцев. Сондай нәрсе түсірем дедім. Неге мен олай түсірмеске? Үстін бәрін шешіп тастадым. Просто трусыймен тұрым да, ұялып тұрым ғой түсіруге ананы. Анау до сияқты шандай. Бұдан артық до жоқ. Любой адамның досы анау. Сосын любой адам послесін қойшы, мен молодец дейтін. Сөйтем да, доны түсіріп алам. Былай да былай түсем, дым келмей тұр. Ладно. Доны түсірем. Тренажерныйға барып жүрмін. Кейін фотолар күнде түсіп отырасың ғой. Нашарлап бара жатырмын ғой мен. Күннен күнге сүмірейіп бүйтіп. Әзер телефон ұстап. Соңына қарай менің дом после болады да. Соңғы ананы доғып түсірем да бүйтіп. Нормально өсіп қаппын ғой дейтін. Сондай болады сияқты. Короче, фитнес залға барудың өзінің эстетикасы бар. Білесіңдер ғой, кімнің фитнес залға барып жүрген досы бар?
подругасы шабала ұрыңдаршы. Күшті, иә? Как будто бай адамдар сияқты өмір сүреді олар. Бүйтіп, күшті бүйтіп сурет салып қояды да бүйтіп. Сегодня день ног. Аяғына бір күн арнап отыр, ойлашы. День ног. Сильно устали ноги. Сосын бүйтіп, мына жерге орамалын, әппақ орамалын қойып қояды да, суын ұстайды да. Завершаем день с тренировкой. Кішкене серік қойып қояды сен, бүйтіп, түрін көрсетпей, бүйтіп. Күшті ғой. Потеем. Дейді да, бүйтіп күштілеп тұр, жүгіріп баратқан салады, музыка тыңдап. Денсаулық, зор байлық. Все, мен де барам. Неге мен бармаймын олай дедім да. Сөйтіп, менде эстетика заттар аз бірақ. Менде эстетичный зат жоқ, фитнес залға баратын. Орамалым розовый. Розовый мамам алып берген мынандай. Ортасы ағарып жатыр ананы. Бас сүрте бергеннен светі шығып кеткен ғой, бүйтіп сүт болып тұр. Мына жерінде этикеткасы тұр, туркиш дейтін. Алып тастасаң орамал бірге жыртылып қалатын. Сөйтіп, орамалымды бүктеп алдым да, барынша бүктеп көрсетпей. Сосын ол жақтың шампуньдары, фитнеске баратын шампуньдар, Клярмер. Біреуін ғана білеткен ғой, мен басқа бірдеңе деп айтайын деп отсам. Ал менікі Шаума. Шаума деген домалақ былайнан. Құман сияқты. Чистая линия ананың қасында вообще күшті. Екеуін Шаума мен розовый ұстап алып андай. Фитнес залға емес, бір анда орыс қатындар баняға бара жатқан сияқты. Юля, давайте соберемся! Андай бір түрлі да анау, как будто маған бөлек тушы емес, аналардың қасына түсесірші бүйтіп. Ананың су бот содан жуын дейтін сияқты. Вообще эстетично емес. Сөйтіп, өзімнің қалай тренировка жасайтынымды түсірейін дедім. Қызық қой енді, контент қой болды. Сөйтіп, телефонды былай қойып қойдым. Басында суреттер түсіріп алдым. Телефонды былай қойып қойдым да, и жүгірейін дедім. Басында, өзімнің басымда Том Круз сияқты жүгіріп келе жатыр. Мен жүгіргенін көріп, бүкіл Қазақстан, бізде барайықшы фитнес залға дейтіндей мысльмен бүйтіп жүгіріп келе жатырмын. Кейін бүйтіп таймлапспен бүйтіп видеоны көрем. Сөмірейіп бүйтіп таймлапспен жай жүгіріп келе жатырмын ғой. Егер жай бүйтсе бүйтіп жүгірем ба, не істеймін анау? Деп бір-екі рет түкіріппін ана жерде. Жоқ, мен бір кішкене штанга көтерейін дедім. Штангыде бір колеса тұр екен. Бір андай домалақ болды. Ана жерде қыздар жүр, анау жүр, бір домалақ көтеріп тастасаң ұят қой. Кішкене бір қосайын дедім да, 3-4 домалақ. Артығымен қосып жібердім да, андай. Оказывается, бір домалақта 15-20-24 килограмм болады екен. Көтіме қарамай бәрін қостым да бүйтіп. Өзім бір илейін сезіндіп, ұнға қолын батырып қоямын ана жердегі бүйтіп. Қалай болады екен деп. Сөйтіп, любой нәрсенің алдында растяжка бірдеңе жасау керек қой. Мен білмеймін, бел кетейін деп тұрған сияқты ана жерде. Сөйтіп, барам анау, былайнан тұр ғой. Бүйтіп, сезіп тұрмын, қозғалмайды ғой анау. Бәрі, как будто бүкіл қыздар бүйтіп ана жерде. Если көтерсең, танысамыз. Бүйтіп, солай қарап тұрған сияқты анау бүйтіп көтерем. Деп көтерейін десем да, ұяттан не істерін білмей. Бүйтіп, оказывается, тут 3, а тут 4 деп бәрін алып тастаймын ғой. Бір-бірден қалсыншы деп. Бір-бірден қалады да, күшті анау. Ну погоди де көтеретін деді, оны баяғыда білесіңдер ма? Сөйтіп көтеремін да, вообще пайдасы жоқ. Оказывается, фитнес залға барған кезде тренер керек екен ғой. Мен өзім бәрін істеп үлгерем деп. Мен потому что тиктокта мынандай нәрселерді көріп алмай, если хочешь это, то делай это. Если хочешь это, делай это. Оны хочешь болсаң да, не хочешь болсаң да болмайды екен, ол істей берсең өсіп кетпейді екен ғой, мына жер оказывается. Тамақ ішу керек екен арасында, там саған килокалорий ма, КК ма, сондай бірдеңелер жазып береді. Сөйтіп сен бір күн ден ноктан кейін екінші күн ден нок дейм аласың. 2 күн ден нокты ұра бермейді екенсің, оказывается, екінші күн аяғың вообще сезбейсің деген сияқты. Сөйтіп сондай өзінің кішігірім ережелері бар екен. Сөйтем да, онда тренер жазылайын деп, каждый фитнес залда бүйтіп кіре берісте бүйтіп доска тұрады. Наши тренера бәрі деу. Фотоға сыймай тұр ана жерде ше, бүйтіп. Арасында бір кішкентай болып тұр, бұрышында Костя деген бала тұр екен бүйтіп. Мынау Костя ғой менің Костям ау, осы очки киген ботаникте бәрі осыған баратқан сияқты.
деймін да, сол Костяны таңдаймын. Мне этого тренера деймін. Оказывается, Костяның 3 жыл бұрынғы фотосы екен. Костя қазір мынандай Константин болып кеткен ғой. Анау, да, бағана мен көтермей атқанда, ты да ко мне пришел, да. Деп. Сосын Костя жазылдым, айтады, мен қарады да бүйтіп, повернись. Рост 178, вес, футболку сними. Много надо работать дейді. И так өліп жұмыс істеп жүрмін мен. Маған наоборот, фитнеске барғанда демалу керек қой. Ой, дейді, не істеп жатсың, не көріп жатсың сен мен денемнен? Бір тесік па мына жер? Спина, ой, спина. Не болған, мен арқамда білмей, қисық па бірдеңелер, дәрігерге келіп тұрған сияқты, дәрігерлер де айтпайды ғой. Ничего страшного, жазылып кетесің дейді ғой, анау бүйтіп, ой, нет, много деп. Құлдыққа алайын деп тұрсың ау сен. Ана 1 жылдық OneFit'ім 12 жылға кету керек ау деймін да. Ой, бедняшка деп қояды арасынан. Мен просто унижать етіп отыр ана жерде. Мен де ертең качок болғаннан біреуге барып, ей саған, көп жұмыс істеу керек қой сен. Много надо работать, солай күнге жетсем ғой. Сөйтем да жазылам. И айтып отыр, вот примерно өзінің командасы бар, ана жерде бір 5-6 адам жинап алған. Міне мынандай жасау керек, сөйту керек деп көрсетеді да. Сөйтіп түсіндіріп келетін. Бір күн тренировка өтеді. Келесі күні уже оған Костяға новый адамдар келген ғой. Оларға да айтып отыр, бүйту керек, сөйту керек. Маған келді да. Вот так вообще не надо делать. Мынау наоборот істеп отыр. Адам андай жүгіретін жерде бүйтіп жүгірем, наоборот. Сөйтіп жүгіретін болсаң. Короче, фитнес зал вообще мимо болды. Ол жерде режим вообще дұрысталған жоқ. Просто түні бойы аяғыңды ұстап жатасың. Уйбай, Костя деп. Лучше бағана музыка для сна жақсы еді ғой. Звук дождя, аяғың ауырмайды, сиіп келесің, қайтып келесің. Өз-өзіме проблема ойлап тапқам ғой. Сөйттім, мен просто фитнес залдарда әдемі қыздар көп қой. Мен вдруг менің бақытым сол жерде шығар деп бардым. Оказывается, ол жерде басқа бақыттар бар екен. Мысалы үшін күшті, өзі обтягивающий күшті киініп алған, лосина киіп бүйтіп, мынандай лосиналар бар. Лосина денесімен бірге болып жүретін қыздар болады ғой. Сондай қыздар, ондай қыздарға өзінің бақыты бар да бүйтіп. Сөйтіп күшті болып киім жүретін, бүйтіп Adidas киіп, Air Max киіп, бүйтіп жүгіреміз дейтін. Менің бақытым ол жерде менің енді Adidas, анау Nike, мынау Joma дейтін. Ол жерде ондай адам киген жоқ. Если вдруг қыздар фитнеске барам десеңдер, солай болып киіп келіңдерші десең. Не шучу. Короче, фитнеске жазылдым. Все, бәрі нормально келе жатыр пока что. Пока что бүкіл денем ауырып жатыр. Но ертең 1 жылдан кейін мен қайтадан фитнес туралы әзіл оқимын. Сол кезде уже футболкалар сыймай тұрады да бүйтіп. Қалайсыңдар? Ендеше күтіп алайық, мен тренерім Костя деп шақырам. Сол кезде өзгеріс болады. А вдруг сондай болып кетем. А вдруг мен ертең 1 айдан кейін тастап кетем. А мен 1 айдан кейін тастап кетем. Все, менде болды. Рахмет, аман сау болыңдар. Келесі кездескенше. Фитнеске барып жүріңдер. Құрметті көрермендер, OneFit'та жеңілдік болып жатыр. Құрметті көрермендер, OneFit'та жеңілдік болып жатыр. 31 наурызға дейін 1 жылдық абонемент алсаңыз, плюс 1 ай тегін. OneFit барлық спорт түріне арналған абонемент. Мен тренировкаға кеттім.